кішкентайымыздан айырылып қалдық. Ол да сынақ қой енді. Ойнап отырған жерінен кетіп қалды. Өлімнен қорқасыз ба? Бірінші күні мен жыладым, көзімнен жас шықты. Ал неге қол жеткізе алмай жүрсіз? Болмайтын жерден кеп, бір адам кеп қақты ғой машинаны. Біздің қоғам кейде имамдардан идеал жасап алады. Кейін олардың бірақ аттықсын көрген кезде әттеген-ай деп жатады. Білмеймін енді. Ол үшін біраз айнаға қарап тұрым керек сияқты. Таңертең тұрсақ, машинаны түгел айнасын, несін, терезелерін бәрін сындырып кеткен. Неге біз әлі күнге дейін дін мен дәстүрдің арасына іс жүзінде алтын көпір орната алмай келеміз? Құлшылықты тіршіліктің жетіспеушілігі деп бағаламау керек қой. Имам, менің екі аяғымды жара басып кетті дейді. Ол Батыржан, бұл Батыржанға ұқсай ма екен? Көреміз ғой иншалла. Қайсысын айтайын жандошан ау, көп қой. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Біз Астананың төріндеміз. Бас қаладағы бас мешітте отырмыз дәл қазір. Менің жанымда Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының уағыз насихат бөлімінің меңгерушісі Батыржан Берденұлы Мансұров отыр. Ассалаумағалейкум аға. Алейкум ассалам рахмат. Қалыңыз қалай? Шүкір. Сізді көрмегелі көп айдың емес, тіпті көп жылдың жүзі болды. Атыраудағы қызметтен ауысқалы бері не өзгерді? Қандай жаңалығыңыз бар? Енді бүгін керемет еліміздің үлкен зәулім мешітінде отырмыз. Сондықтан Аллаға шүкір, ардақты пайғамбарымызға сансыз салауат болсын. Өзің де Астанаға қош келдің. Рахмет аға. Арнайы шақырғаныңа рахмет. Енді Аллаға шүкір, Алланың қалауымен киелі Атырауды қимай қоштасып, осы елордамызға, Астанаға қызметке ауысқанымызға міне 6-шы жыл болып жатыр екен. Шүкір, Астанада не өзгерді? Астана өзгерген шығар, біз өзгерген жоқпыз. Қарныңыз тоқ, киіміңіз көк, төрт құбылаңыз тең. Шүкір. Бастысы осы ғой. Осы ғой. Осыдан айырмасын Құдай. Жұмыс бар, Аллаға шүкір. Мен сіздің автобиографияңызға қарап отырсам, сіз қарапайым отбасында ғана өмірге келіпсіз. Оқымаған жеріңіз қалмапты. Түркияда да оқыпсыз, Мысыр Араб Республикасында да оқыпсыз, Каирда, Әл-Фарабиде де оқыпсыз, өзіміздің оқу орындары. Әрбір адам бір іс бастаған кезде оның бастаушысы болады, қоштаушысы болады және. Мен әрірекке қарай барғым келіп отыр. Сіздің осылай Батыржан Берденұлы болуыңызға септігін тигізген бір адам бар. Ол сіздің анаңыз. Өмірден өтіп кетті. Алдынан жарылқасын Құдай. Менің ішім сезеді, ол сіздің өміріңізде ерекше орын алатынына. Себебі сізді білімге бастаған сол кісі, менің білуімше. Әкеңіз ертеректе қайтыс болды. Бұл бір өте қиын тақырып болуы мүмкін. Бірақ та біз еңбек еткен адамдарды еске алуымыз керек. Анаңыз туралы айтып беріңізші бізге. Сіздің дін жолындағы қызметіңізге қалай үлес қосты? Батыржан Берденұлы бірден аспаннан салбырап түскен жоқ. Дұрыс айтасыз. Әрбір перзент үшін ата-ананың орны ерекше. Біз өзіміз Аллаға шүкір ата-анамыздың тәрбиесінде өстік. Әкем мектеп директор болды 25 жылдай. Аудандық мәслихат депутаты болды 2 рет. Әкем өте іскер адам еді. Өте іскер, өте енді көпшіл, сосын тәртіп, сондай бір керемет әкеміз бар еді. Әкеміз барлығымыз оқытты, біз енді бір отбасында Аллаға шүкір 7 ұл бір қызбыз. Мен ең кенжесімін. Кенжетай. Ең кенжетайымын, ең еркесі болдым әкемнің. Әкеміз мен оқуға кететін кезде, жалпы оқуға шығатын кезде әкемде бар, Аллаға шүкір, анамызда бар. Шымкентке оқуға түсіп бастадым ғой алғашқы университетке.
бірінші курс бітіріп істегеннен кейін осы Түркияға жолдама шықты. Сол жақта оқуға. Енді Түркияға бару бір жағынан қорқынышты болды. Түркияға барсақ қалай болады? Енді 96 жыл. Тоқыраудан кейінгі кез. 96 жыл қалай болады? Тіл білмейміз, әлі баламыз. Соны осылай жолдама бар дегеннен кейін мен түнделетіп үйге ұшып келдім, жаңа қуанып Шымкенттен. Ой, Түркияға барам деп. Мен ойым бәрі басқа, Түркияға барып басқа оқу оқимын деп отырмын. Дінге қатысы жоқ қой. Дінге қатысы жоқ деп ойладым мен. Сосын үйге келдім, сосын әкеме айттым, анама айттым. Осындай деп. Енді қаражат керек қой, енді жол қаражаты керек, қалтама, жаныма қаражат керек. Анамнан алуым керек. Сосын үйде ақша жоқ. Әкемде де, анамда да бәрі мұғалім ғой, енді әкем айлыққа қарап отырған адам. Сосын әкем айтты, жіберейік, бала оқысын. Сосын анам айтты, балам ау, қаяқтан ақша тауып беремін. Сөйтті де қазір бір нағашымыз болатын ауылда, келесі көшеде тұратын, кішкене дәулетті болатын мал жаны бар. Сол кісіден барып қарыз сұрайын деді. Анаңыз айтты. Анам айтты. Жүр балам деді. Түнде екеуміз сағат сол 11 болып қалған шамасы. Мен үйден ертесіне кетуім керек та. Түнде жаңа кісіге бардық. Мына баланы оқуға жіберуім керек, маған бір 15 мың теңге беріңіз деп. Сол кезде 15-20 мың теңге. Сұмдық ақша ғой. Сұмдық ақша ол кезде. Соны анам түнде барып, қолынан жетектеп апарып, сол ағасы, ойбай қарындасым, түнде тыныштық па, кел деп ана кісі, ол кісі әлі бар. Жаңағы ақша берген кісі әлі бар. Мына Алла өмірін берсін, 94-терге кеп қалды қазір жас. Анан қараңыз. Сол кісі қысқасы ақша берді, қаражат. Сон анам айтты, үйде бір 12 ма, 13 па бір қойымыз бар. Бар байлығымыз. Сон апам айтты, мен үйде қойым тұр, осы жексенбі базарға апарып, мына қойлардың бәрін сатамды, ақшаңызды әкеп беремін деді. Сөйтіп мен қысқасы сонымен оқуға кеттім, ертесіне келдім, сонымен Шымкентке кеттім. Барып құжаттарын реттедім, паспорттарын реттедім. Сол апта мен кетіп қалдым. Соны енді Түркияда оқыдық келдік қой, енді келгенде сол апама айтам ғой, кеше көзі кеткенге дейін 13 қойын сатып берген апам ғой деп өттім ғой. Жаңа апам кеткенге дейін. Апам, біз анамызды апа деп өстік, апам айтам. Апа, 13 қойыңызды ақтадым ба деймін ғой жаңағы. Арасында әзілдеп. Ақтадың балам деп қояды. Сөйтіп анамыз шырылдап жүріп, сөйтіп жіберді ғой. Содан Аллаға шүкір, әкеміз кейін университет бітіріп, Мысырға барғанымызды көрді. Мысырға барып келгеннен кейін қайтыс болды. Бірақ магистратура оқып, докторантура оқып, үлкен университеттерді бітіргенінің куәсі бола алмады, енді оны анамыз көрді. Ол жазмыш. Солай ғой. Анаңыздың ақысын ақтадым деп ойлайсыз. Енді оны Алла біледі. Бірақ енді әрқашан анамыз риза болып кетті, әрқашан ризамын деді. Мен өзім сол 96 жылы 93-те мектеп бітірдік па? 94-те шығып кеттік қой енді ауылдан. Содан ауылда емеспіз ғой, содан жылына 1 рет барамыз, 2 рет барамыз, ауылға барып тұрамыз. Содан сырттамыз ғой, оқыдық, одан Алматыға кеттік. Шымкентте отырдық, Шымкенттен Алматыға кеттік. Алматыдан кейін Атырауға кеттік. Атыраудан мына Астанаға келдік. Сырттамыз ғой енді, сыртта жүрміз. Бір арманым болатын, анамды қасында бола алмайым көп. Анам қасымда болса ғой, анам қасында болсам ғой деп. Бірақ анам ауырып жүрген кезде қайта барып жүрдік, ауруханаға апарып жүрдік. Қысқасы, соңғы ауырған кезінде біз Астанаға алып келдік. Алып келіп, осы жерде ауруханаға жатқыздық. Одан кейін біздің үйде тұрды бір көктем шыққанша бір ауруханадан кейін 2 ай, 3 ай біз қарадық. Біздің үйде болды. Сол кезде мауқымды бастым біраз енді деп айтам ғой енді қазір.
қасымда болды. Өте риза болып кетті. Қайта ризашылығын айтып отыратын. Ризамын деп. Осы алғыс сізді көтеріп жүрген сияқты көрінеді маған. Мен Атырауда қызметіңізге енді ойсайын. Атырауда қызмет еткен уақытта оңай болған жоқ. Діни ахуалдың қайнап тұрған кез еді. Өткір шақ еді сондай. Сізді көбі күрескер имам ретінде біледі. Сіз бірталай күрестіңіз. Оның бір шетінде анау әмин мәселесі жатыр. Біз оны ойдан өшірсек те ғаламтордан өшіре алмаймыз. Әлі күнге дейін YouTube желісінде бар. Намазы тоқтатты әмин үшін деген. Дін үшін өміріңіз таразыға түскен кездер болды ма? Басыңызға қауіп төнген нақты Атырауда. Дұрыс айтасыз, енді Алланың қалауы, енді Атырау бұрын соңды барып көрмеген елім. Енді қала бұрын соңды бұл жерде ешқандай ешкіммен бір танысып барыс келісім болмаған жерді. Атырауға қызметке жібергенде бір жағы тәуекел, Алла үшін, дініміз үшін, еліміз үшін. Тәуекел деп бел буып шықтық. Біріншіден, екіншіден қорқып та шықтық. Қалай болады? Ешкім танымайтын жер. Туыс жоқ. Туыс жоқ. Туыс жоқ, ешкім жоқ қой, ешкім танымайды. Аллаға шүкір, бірақ енді Атырау халқының құшағы кең ғой шіркін. Құшағы кең, ана балшығы әзілдеп айтатын едік қой, балшығы бауырмал, сол секілді халқы да бауырмал, келген адамды бауырына басып алады балам деп. Үлкендер балам деді, кішілер ағам деді, сонымен сіңісіп кеттік Аллаға шүкір. Әрине қиын жағдайлар болды, қуаныш жағдайда болды, қиын жағдайда болды, ойланған сәттерде болды. Мен тіпті бір аптадан кейін кетіп қалсам ба дегенді қорқыныш болды. Өйткені қиын жағдай, жалпы діни ахуал қиын, материалдық жағдай қиын. Былай қарасам, қорықтым мен бір аптадан кейін. Қайда келдім? Не үшін келдім? Дүкті кетіп сөйлейтін адамдар. Не істеймін? Ары қарай қалай кетемін? Сонымен тәуекел, бір Алладан жәрдем сұрап қызмет жасадық. Енді болады ғой, бес саусақ бірдей емес. Намазхандардың ішінде де жақсы адамдар болады, кішкене қиындау адамдар болады. Ол өмір болғаннан кейін болады. Біз енді салафтар дейміз, жаңағыдай теріс ағымда жүргендер дейміз. Бірақ олардың ішінде де керемет азаматтар бар. Жомарт азаматтар бар. Жомарт азаматтар бар. Кең пейіл, кіші пейіл азаматтар бар. Мен талай үйінде қонақта болдым. Талай қонақта қылды. Керемет. Бір күні таңертең әдеттегідей жұмысқа баратын болып сыртқа шықсақ, біздің өзіміздің жалпы Алматыда жүргенде бір кісінің сыйлаған кішкентай Toyota Corolla'мыз болатын, машинамыз. Бір Алматыда бір ағамыз сыйлаған еді оны. Сол оны үйдегі жеңгең айдайтын, балдар тасиды. Алматыда машина айдап үйренген. Сол менен ана жерде қарбалас жұмыс, қолым тимейді балдарға қарауға. Таңертең кетем, түнде келем. Сонымен сол машинаны жеңшең айдайды. Балдар тасиды ары бері. Өзінің шаруаларын оны жаратады деген сияқты. Сол қысқасы таңертең тұрсақ, машинаны түгел айнасын, несін, терезелерін бәрін сындырып кеткен. Тып-типыл. Сындырып тастаған. Құдайдың құдіреті, біздің жаңағы корпус үй дейміз ғой Алматыда. Жаңағы қабатты үй, 3-ші қабатта тұрамыз. Соның терезесі мына машина жаққа қараған, сол жатын бөлмеміз болатын. Сол күні суықта болды, күн салқын болды да, ар жағындағы бөлмеміз жылы. Сол балалар бар, кішкентайлар бар, бәрін балалармен сол күні сол жаққа жаттық. Мына жақ жылы ғой деп, мына жақтан балконы бар, жаңағы суық болып кетті деп. Сөйтсек біздің астымыздағы көршіміз де, одан кейінгі көршіміз де бәрі
ар жаққа бөлмеге жатқан ғой Құдайдың құдіреті. Мына бетте ешкім жоқ қой сол күні. Ешкім білмейді. Таңертең ана көршімнен сұраймын, ана көршіміз бәрі сыртқа шықты. Таң қап тұр, не істейміз деп. Кім істеді бұны, неге істеді? Сосын ары қарадық, бері қарадық та, сосын не істейміз енді? Жылы жауып қоя салдық. Кім не үшін істеді? Атырауда көлігіңіздің терезесін сындырғандар болды ма? Соған таң қалғанбыз. Ойладым енді, жаман ойлайын десең, біреуге жала жабудан қорқасын. Тиісті мекемелерге, жаңағы құқық қорғау органдарына барып жасауға болар еді. Жаңағы ары қарай іздеттіріп. Сіз Құдайдың сотына қалдырдыңыз. Сосын енді қойшы дедім енді. Қоя салайық осы. Қайырмен. Қайырмен. Батыржан аға, сіз Атырауға шаң жылытқыңыз келмейді. Мен білем, 5 жыл аз уақыт емес. 6 жыл. 6 жыл аз уақыт емес. 6 жылда не бір жағдай болған шығар. Басыңызды шайқадыңыз. Неше түрлісі болды. Атырауға қойсайықшы сол. Қайсысын айтайын, жандашын-ау, көп қой. Сіздің ойыңыздан кетпейтін, осы жүрегіңізді шымырлатқан. Бұл жерде әртүрлі оқиғалар бар. Бір ғана отбасылық оқиғамыз болды. Ол енді ол да сынақ болды. Ол кішкентайымыздан айырылып қалдық. Бір жасқа толып қалып еді. Өте тәтті бала еді. Кішкентайымыздан айырылып қалдық. Ол да сынақ қой енді. Ойнап отырған жерінен кетіп қалды. Ол күндерде артта қалды ғой енді. Бірақ сол кішкентайымыз өзгеше еді. Кім деп есім беріп едіңіздер? Атыраулық баламыз еді. Атын Хакимжан деп қойғанбыз. Хакім болсын Абайдай деп. Хакім болсын деп. Хакимжан деп қойғанбыз. Сол Хакимжанымыздан айырылып қалдық. Енді ол да Алланың жазғаны ғой енді. Біздің есебіміз болмайды, Алланың есебі болады. Сол бір кішкене жүрекке батты, соған кішкене қиналдық. Бірақ енді Аллаға шүкір дейміз ғой, берген Алла, алатын Алла. Өсіп қалған бала, көз алдында кетіп қалу. 1 жасар бала ғой, 1 жасар бала. Ойнап отырған бала бірден кетіп қалды. Сонымен ойлаймын, кейіннен ойлаймыз, кейіннен қараймыз. Бір назар тиген сияқты, біздің әулетке. Жалпы назар тиген сияқты. Өйткені ойнап отырған бала бірден жетініп кетті. Жаңағы. Кейін енді ауылға алып кеттік қой, енді өзіміздің туған жерімізге алып кеттік. Сосын енді өзім жудым ғой енді. Өзің жуғаннан кейін ол өзіңнің әкеңді, өзіңнің балаңды жуу деген бұл қиын ғой негізі. Кезінде әкеміз жуып едік, кебін деп. Аталатсаң да боталатпа дейді қазақ. Сол баламызды жуындырдым. Жуындырсам, арқасын барлығы көкпеңбек болып кеткенде, сіняк болып кеткенде. Ол көз тигеннің белгісі ғой енді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады ғой. Назар деген адам малға тисе қазанға салады, адамға тисе табытқа салады деп қазақта айтады ғой. Сондай болды ма? Сол бір сынақ болды. Өйткені дәл сол неде баламызды Атыраудан алып келдік. Ауылға барып жерледік. Одан кейін біз 2-3 күннен кейін қайттан Атырауға ұшып кеттік те. Атырауға келдік. Бір күн өтті, 2-ші күн үйдегі жұбайым, ол да жаңағы оғандай қатты ауыр дейді ғой енді. Оған қатты деді. Сосын оны емдетіп атқандығымыз кішкене ине қабылдап. 2-ші күні бара жатқан кезде болмайтын жерден
бағана машинамыз бар дедім ғой, сонымен өзі кетіп бара жатқан жерден, болмайтын жерден келіп бір адам келіп қақты ғой машинаны. Адам қарап болмайтын қылып соғып кетті. Ол рөлде кетіп бара жатыр. Енді бір кішкене қалған, алды жоқ қой, машинаның алды былай қарай кеткен. Енді арасы бір апта өтті ғой былай алғанда. Бір апта 10 күн болар болмас. Сосын ойладым, бірдеңе болды ма? Не болды екен? Баламыз кетті, әйелім сәлік қалды. Қай жерден ағаттық жіберіп жатырмын деп ойланған шығарсыз. Ойланасың ғой енді. Жан жақтан ойланасың. Алланың сынағы деп ойланасың. Алла сынап отқан шығар деп ойлайсың. Сосын ол көлік дымға жарамай қалды. Жаңағы оны апарып тастадық жерге. Енді кейіннен жасатамыз деп. Сонда бірінің артынан бірі болып кетті да. Ойладым, көз тиді ма деп, назар тиді ма. Енді намазымыз, дұғамыз, садақамыз қорған болды ма деп те ойладық. Енді не болса да Алланың сынағы ғой, көндік. Көнеміз ғой. Жақсы аға. Имам да пенде. Молданың да пендешілік істері болады. Біздің қоғам кейде имамдардан идеал жасап алады. Кейін олардың бірақ аттықсын көрген кезде әттеген-ай деп жатады. Бұларда қателесе ма деген сияқты. Менің сұрағым келіп отырғаны, қандай пендешілігіңізді тастай алмай жүрсіз? Көп ұйқыны жақсы көресіз бе? Әлде көп ойға берілесіз бе? Ол жалпы адам баласы пенде ғой. Сен қателеспесең, қателік жасамасаң, онда пенделік ерекшелігің қалмайды ғой. Мысалы, жалпы адам қателеседі, қателесуші. Білмеймін енді. Ол үшін біраз айнаға қарап тұрым керек сияқты. Қай жерде ағаттық кетіп жатыр. Болады, қателік болады ғой. Кейде дұрыс істемей қалатын кезіміз болады. Біз идеал болуға тырысамыз, имамдар жалпы. Ол мен ғана емес, жалпы имамдар. Бірақ сонда да ол толық идеал бола алмауы мүмкін. Мысалы да. Сол үшін кейде біз өзіміз уағыздарымызды айтамыз, өзімізде басқаларға айтамыз. Бір адамға тәуелді болмау керек. Тәуелділік адамға болмау керек. Тәуелділік дінге болу керек. Діннің насихатына болу керек. Егер бір адамға тәуелділік болып қалса, ертең оның бір кемшілігін көріп қалса, ой, мына дұрыс адам ба деп жүрсем деп не істейді? Ол одан көңілі қалады. Көңілі қалып отырып, соған ренжіп, ертең діни құлшылықтарды орындамай қалуы мүмкін да ол. Сондықтан мен Атыраудан кеткен кезде бір жастар жамағаттар хабарласты да, жастар. Сіз қайтыңыз деп пе? Айтты да, сіз кеткеннен кейін мешітке бармай қойдым деді да. Сен не істеп жатсың? Сен жүрегіңді мешітке байласайшы. Сен жүрегіңді Аллаға байласайшы. Мен уақытша адаммын ғой, сен маған байласаң. Сондықтан біз ауыса береміз, біз кете береміз, ана жаққа барамыз. Ол қызмет те. Енді жақсы көреді, жақсы көріп қалған, бізден айырылғысы келмейді. Енді болады, мысалы мен де біреуді жақсы көрсем, құрметтесем, әрқашан қасымызда болса екен деп ойлайсың ғой. Ол жағын түсініп отырмын. Бірақ мен айттым, сен олай жасауыңа болмайды. Сен мешітке бар. Мешітке бар. Бүгіннен кейін мешітке бармасаң, онда мен ренжимін саған. Егер мені жақсы көрсең, сен мешітке бар. Алланың үйіне бар. Біреуге байланбай ешқашан. Ол келген имам өте керемет жігіт. Ол менен жақсы адам. Ол менен жақсы адам болады. Менікі бәрі уақытша. Сол сияқты ол адам, әрбір адам, пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, күллі ибн адам хатта. Әрбір адам баласы қателесуші дейді. Әйтеуір бір жерден оғаттығы жібереді. Енді оның ең жақсы дейді, хайрул хаттаин ат-тауабы. Ең жақсысы кімдер дегенде, сол қателігін мойындап, қателігіне Алладан кешірім сұрап,
тәубе жасап, сол қателікті екінші жасамаймын деп, сол өкініп, сол ісіне қиналып, өкініп, Аллаға бет бұрған адам ең жақсы адам дейді. Сондықтан кейде қателестік пе, оны жақсылығымызбен жабуға тырысамыз, екінші бір сауап іспен соны толтыруға тырысамыз. Осылай кете береді. Қайта қателік жасау? Ол болмайды ғой. Қайта енді бір мұсылман бір шұңқырға 2 рет түспейді дейді пайғамбар. Шұңқырға 2 рет түспейді дейді. Сондықтан бір қателіктен сабақ алу керек қой, кімде болса. Жігіттік шағыңыз басталып, оқу аяқталғаннан кейін дін қызметінде келе жатсыз. Өміріңіздің жартысы осы дін қызметінде. Шүкір. Не бере алдыңыз? Артыңа қарасаң, іштен істемеген сияқтысың ғой. Әлі де алдымыздан үміт бар. Қазірдің өзінде мені Алла өмір берсе, 50-ге таяқ қалайын деп тұрмыз, Алла өмір берсе. Бұлай артыңа қарасаң, қатырған дымың жоқ қой негізі. Мен қолымнан келгенше қызмет жасауға тырысып жатырмыз ғой. Абай айтпақшы, тетігін таптап арқалан дейді. Әйтеуір осы діннің бір бұрышында, бір шетінде қызмет жасасақ деп жүрміз ғой. Біраз еңбек жасадық, біраз кітаптар аудардық кезінде, кітаптар жаздық, еңбектер жаздық, шәкірт тәрбиеледік. Әйтеуір Алланың дініне үлес қосуға тырысып жүрміз енді. Мен айта алмаймын, таудай іс жасадым деп. Ал неге қол жеткізе алмай жүрсіз? Қол жеткізе алмаған нәрсе көп қой. Мысалы, мен әлі де оқығым келеді қазір. Қазір мен жіберсе, ешкім тосқауыл болмаса, мен ертең кет қалғым келеді, барып, әлі оқығым келеді. Қай жағынан дамытқыңыз келеді? Әлі мен армандарым бар, оқысам деген. Мысалы, мен әлі ислам ілімдерін әлі терең оқығым келеді. Бір адам секілді бір тағы оқығым келеді. Ислам ілімдерін мен әлі тойған жоқпын, өйткені мен оның бастапқы несінде жүрмін. Әлі бетінде ғана жүрсіз. Әшейін бетінде жүрміз біз. Біз өзімізді айта алмаймыз өйтіп. Қырып қойдық деп. Екінші арманым, енді бастаймын, не істей алмаймын, енді оған түбегейлі кірісу керек шығар. Менді көбісі қари деп ойлайды да. Құранды толық жаттаған қари деп ойлайды көбісі. Бірақ балаңыз қари ма осы? Ұлым қари, алхамдулилля. Ұлымыз жетті ғой, сол жетістікке шүкір. Мен қари емеспін. Бірақ көбісі мен қари деп ойлайды. Мен қари болғым келеді. Соған жете алмай жатырмын. Жетсем деймін соған. Әйтеуір, иншалла, неге мен жете алмаймын деп әлі өзімді қинаймын. Отырам, жаттаймын кейде. Ай деп кірсем. Жақындап қалдыңыз ба? Шарма шығады, қалып қояды. Қайттан бастаймын. Осы бір енді қиналып келіп жатырмын сол. Қарилықта ұлыңыз сізге ұстаз қазір. Енді ол қари ғой бәрібір. Бәрібір дәрежесі биік. Дәрежесі биік қой. Қари мықты ғой енді. Ол соны оқып, соны жаттады түгел. Соған берілді. Қателеспесем, осында тарауық өткізіп жүрді, иә? Имамдық. Иә, осы Астана қаласында басқа мешітте жаңағы. Қазір Әл-Фараби мешіті. Биылда Алла қаласа келеді. Тарауық өткізеді. Стартта тұр дейсіз. Бұйырса. Ол да бақыт екен. Баланың арқасында тұру бар ғой. Ол кем бақыт. Бірінші күні мен жыладым, көзімнен жас шығып. Кәдімгі балам шыққан кезде, кәдімгі тақымын қысып тұрасың ғой. Сол сияқты мен кәдімгі көзімнен жас шығып, мен өзім білдірмей не істеп тұрдым. Мен ұлым шығып тұр, сол адамға Құран оқып тұр да. Үлкен бақыт бір жағы. Бір жағы мен қорқып тұрмын. Бір жерде шатасып қалмаса екен, бір жерде тоқтап қалмаса екен деп қорқасың ғой. Бір жағы жаңағы сол қуанышқа жылап тұрмын жаңағы, соған жеткеніме. Аллаға шүкір дедім. Ол күнге жеткізген, осы күнге жеткізсін Алла. Ұлың алдыңда оқып тұрса қари, күшті ғой. Иншалла ұлдарың қари болсын. Амин. Көп инвестиция құйдыңыз ба ұлыңызға? Жоқ. Жұрттың құйғандай ғой. Ондай құятын бір. Пайда емеспін дейсіз. Пайда емеспін. Әйтеуір
шүкір ұлым, бергенге қанағат қылады. Батыржан аға, адам жалғыз қалған кезде түрлі ой келеді ғой. Не бір идеялар, не бір сұмдық ойлар, жаманшылық та жақсылық та жалғыз қалған кезде ойланғанда келеді. Көбіне жалғыз қалғанда нені ойлайсыз? Не сізді мазалайды? Жалғыз қалу бар ғой, жалғыз қалу бір жағы жақсы. Адамға бар ғой, ол кәдімгі кейде жалғыз қалудың өз адамға рух сыйлайды ол. Кейде жалғыз қалып, сен көп нәрсені ойланасың, ой елеңнен өткізесің, кейбір мәселелерді не істейсің, өзің Таразылайсың. Жалғыз қалған жақсы негізі. Жалғыз қалып тұрған жақсы да. Жалғыз, мысалы бізде жалғыз қалу, жалғыз не көп болып тұрады кейде. Мысалы біз кейде облыстарға сапарға шығамыз ғой. Сапарға шыққанда жалғыз өзің ойлануға мүмкіндіктер болады менде, мысалы көп жағдайда. Жалғыз бір өзің жаңа ертең болатын шараға дайындаласың да, сонымен кейде не істейсің, сол жалғыз қалған кезде мен өзім кейде жалғыз қалғым келеді. Жалғыз қалған ше, ол мынау кішкене нені түсінген адамға, руханиятты түсінген адамға ше, ол кішкене не береді, қуат береді. Мысалы жалғыз қалған кезде, мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи айтады ғой, жалғыз қалған кезде көбірек жылап, көбірек кешірім сұраған бар ғой. Ол өте ерекше адамға не сыйлайды, рух сыйлайды да. Дұрыс, бірақ пайдалану керек. Пайдалану керек та, соны пайдалана білуіміз керек. Жалғыз қалып депрессияға түсіп кететіндер бар ғой бізде. Ондайға бармау керек та. Жалғыз қалған кезде қайта сенде дұға жасауға мүмкіндігің көп, истиғфар айтуға мүмкіншілігің көп. Жаңағыдай ішіңдегіні Аллаға айтатын мүмкіндігің көп та. Қайта осындай кезде мүмкіндіктерді пайдаланып алған жақсы. Сосын кейде қорқам, кейде болады, кейде шошып кететінім болады, кейде жалғыз қалып не істеп, жалпы басқа кезде де болады. Бір күн емес, бір күн өліп кетем ғой деген не мазалайды. Бір күн емес, бір күн өліп кетесің ғой, сен өлесің, бір күн өлесің. Сен бір күн өліп, топырақ болып жоқ болып кетесің. Күнің бітеді сенің де деген нәрсе кейде қорқынышты сыйлайды. Өлімнен қорқасыз ба? Енді қорқасың ғой енді. Көп имам айтады ғой, өлімнен қорықпаймын. Тіке келген өлім ғой, ол Алладан, бәріміз де кетеміз деп. Ойланасың ғой, әрине. Айта береді бәрі. Қорқады өлімнен. Өлімге дайын жүру керек, мәселе сода. Дайын жүрсіз ба? Өлімнен адам қорықпайды. Өлімге дайынсың ба деп ойланады көп адам. Сіз дайын жүрсіз ба? Әйтеуір күшті болып, сондай керемет болып жүрген кезімде өлім келсе деп кейде ойланасың да, мысалы. Жаңағыдай намазда кетіп отқандарды, құлшылықта кетіп отқандарды көрген кезде, Алла бізге де осындай өлім нәсіп ет дейсің да, өлімді де сұрау керек. Енді кейде біреулердің басқа қырынан өліп атқан, қайтыс отқан көргенде не істейсің? Ойланасың, ғибрат аласың, Құдай сақтасын, бетін аулақ қылсын, әйтеуір Алла артымызды қайыр ет дейсің да. Сол үшін әрқашан біз дұғамызда болу керек. Алла Құранда бізге көп мысал береді. Тақуалардың соңын қалай кеткен, ізгі адамдардың. Сондықтан соңы маңызды да. Бастау қиын емес, аяқтау қиын. Аяқтау қиын. Аға, бұл тақырыпты осы жерден жабайық. Сіз енді ұстазсыз, ғылым өкілісіз, осы дін саласында талай уағыз айтып жүрсіз. Мен сәл мынау қоғамды қазір толғандырып жүрген мәселелерге ойысқым келіп отыр. Қазіргі сіздің қызмет етіп жатқан бағытыңызда тура осыған келеді. Біз әдетте дін мен дәстүрді егіз санаймыз.
бір-бірінен айырар жоқ, бір-бірімен сабақтасып өріліп жатыр дейміз. Бірақ іс жүзінде көп жағдайда олай емес. Бір-бірімен түйісіп қалатын сәттері көп болады. Бір-біріне керағар келіп қалатын жағдайлар болады. Ол дін мен дәстүрдің бір кемшілігінен емес. Әлбетте кемшілік жоқ. Оны жасайтын өзіміз. Неге біз әлі күнге дейін дін мен дәстүрдің арасына іс жүзінде алтын көпір орната алмай келеміз? Жандос, мынандай ғой, күннен күнге буын жаңарып жатыр ғой. Күннен күнге адамдардың өмір сүру дағдысы бұрынғыдай емес қой, мысалы. Қараңыз, бір дәстүр айтайын. Ертеректе сіздің аталарыңызды алыңыз, біздің аталарымызды алайық. Олар ертеректе қонаққа барып отырған кезде, сол үйдің балалары келіп қонақ келген кезде қолына не қоятын? Су құятын. Су құятын. Дәстүр ма? Дәстүр болып қалыптасты. Мысалы, біреу үйіңізге қонаққа келді. Балам жаңа сүлгіні иығына, мысалы мен өзім бала болып өстім, мысалы үйде үлкендер, ақсақалдар, қонақтар, көршілер үйге келгенде, үйде бір нәрсе болғанда, әкеміз не істейтін? Жаңағы құман суымыздың барын дайындап, су құюға бізді не істеп тұратын? Әзірлеп. Сақадай сай тұратынымыз. Су құйып өстік. Ол кезде бүгінгідей техника бүгінгідей не дамыған жоқ қой. Жалтыраған құмандар жоқ. Жалтыраған құман жоқ. Сонда ақсақалдардың бәріне біз су құйып шықтық. Оң қолмен құй, арасын үзіп құй. Соны бәрін үйрететін. Ана неге сылаусын дейміз ғой, жаңа неге сон астына жапырақ төсетіп қоятын, су ана кісіге шашырамау керек те. Соны бәрін үйрететін дәстүр ғой бұл. Дәстүр, құрмет, керемет. Бірақ бұл шариғатта ар жағы. Қараңыз, дін мен дәстүр дейміз ғой. Бұл дін. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәуірінен келе жатқан сахабалар жасаған бұл істі, бұлда сауап бар. Бұның барлығын аталарымыз әдемі дәстүр қылып кейін істеп кетті. Бұны мына хадисте, мына жерде мына сахаба айтты деген жоқ. Бұл әдемі халықты дәстүрге айналды, дәстүрмен кетті. Енді осы жерде біз оны дінді де аламыз, дәстүрді аламыз, екеуі сабақтас. Бүгінгі күнде ше, бүгінгі күнде қазір үйге келген қонақтардың барлығы сауабын ар жақтан алып кетіп жатыр ғой. Қазір санузел дейміз. Дәретхананың тұсынан. Сияққа кіреді, сол жақта қол жуады да. Енді оған айыпты емес, бірақ бүгінгі жастар оны біз дініміз мынау, дәстүріміз мынау деп күннен күнге бұл идеологиялық жұмысты, бұл құрылыс жұмыс сияқты емес. Құрылыс жұмысына қараңызшы, керемет зәулім мешіт. Сәулеті қандай жарасқан, қандай жаңа жазулар жазған, қандай керемет етіп салды. Бұл бір мақсат қойып салды, бітірді. Зәулім нәрсе шықты. Енді бұған қайта оралмайды адамдар. Ал идеология ол күнде қайталана беру керек. Не үшін? Өйткені буын жаңарып күннен күнге өсіп келе жатыр. Бұрынғы ескілердің көзі кетіп жатыр. Оны кейінгі ұрпаққа халықтың өзінің халықтық дәстүрді, халықтық біздің өзіміздің ерекшелігімізді кім айтады? Мен бүгін айтуым керек балама, ертең балам баласын айту керек. Балаңыз қолға су құя ма? Үйретеміз біз, міндетті түрде. Мен өзім жаңа айтам. Үйге келгенде суларын дайындап, соны дайындатсам, соның өзінде ол қонақтар мен неден жуа салам деп дайын тұрған жылы судан жуа салғысы келіп өзімізден. Өзіміз. Өйткені бүгінгі талап басқа ғой. Сондықтан біз дін мен дәстүрді айта беруіміз керек, шаршамауымыз керек. Оның дәстүр мен діннің сабақтастығы өте тұнып тұрған дүниелер көп. Мысалы, бүгін түн болды, түн болды. Ыдыс аяқтың бетін ашық қалдырма деген үлкендер. Болды, оның бетін жауып қой дейді. Ыдыс аяқтың бетін түнде міндетті түрде бисмилля деп бетін істе жауып қой дейді. Болды, бұрыннан келе жатқан дәстүр ыдыс аяқтың бетін жауып қойыңдар дейтін болған. Ол мынандай жерде хадисте, мынандай кітапта, Имам Бухаридің мынандай бабында, мынандай айтпаған оны. Болды, оның бірақ түбіне хадис, түбіне шариғат. Дін да түбі. Түбі дін. Түбі дін. Бүгін күнде сіз күнде балаңызға, бүгін күнде де мысалы, балаңызға сіз айтпасаңыз, ертең балаңыз 40-қа келсе де естімесе, оны не зат деп тұру мүмкін ертең. Сондықтан бұл идеологиялық жұмыс
бұндай дәстүр, дін мен дәстүрді біз сол үшін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қазір мына бас мүфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазірет бастап өткенде біз жуырда ғана 3-ші томын жарыққа шығардық. Неге? Бұл кітап керек. Ол әлі де ол басылу керек, көп таратылу керек, әлі де көп үйретілу керек. Өйткені ол идеологиялық жұмыс. Тоқтамау керек. Тоқтамау керек. Тағы бір өткір проблема бар. Көпшілік осы сол жаңалық шыға келген кезде бәрібір қарша боратады. Мешіт салынғаннан кейін бұл мәселе айтылады. Неге мешіт сала бересіңдер? Осы мешіт салған ақшаға неге мектеп салмайсыңдар? Неге аурухана салмайсыңдар? Осы қаптатып мешіттің не керегі бар бізге дегендей. Мешіт, менің білуімше, бюджеттен ақша пайдаланылмайды. Ол халықтың өзінің ықтиярлығымен берген ақшаға салынады. Ол жерде күштеу жоқ, ол жерде ұрлық жоқ, қарлық жоқ. Адалынан салыну керек, былайша айтқанда. Осы адамдарға не айтасыз? Енді қараңызшы, бұл мешіт, бұл Алланың үйі деп салады да жер бетінде. Мысалы, сіз бір кәсіпкер, дәулетті адамсыз, бір сауап істегіңіз келеді. Мешіттен бұрын сіз медресе салып бердіңіз. Мектеп деген мектеп салып бердіңіз, жол салып бердіңіз, аурухана салып берген шығарсыз. Енді бір мысалы көп кәсіпкерлерді біз байқайтынымыз, бір мешіт салайын енді дейді да. Оған дейін істеген, мектепте салған, ол көп мұндай әңгімелер қазір шығып жүр ғой. Бірақ мешітті ешкім міндеттеп салдырмайды ғой. Мешітті адам өз еркімен сауап мақсатында салады. Мешіттің пайдасы көп қой негізі. Мысалы, мешіт бұл Алланың үйі, ешкім мүлкі емес. Бұл жерге келіп кеткен қызметкер имамдар уақытша қызметке келді, тағайындалды, уақытша қызметтен ауыса береді. Бірақ мешіттің қызметі мәңгі ғой ол. Мешітке не үшін келеді? Қараңыз, мен мына нәрсені айтқым келеді да, мешіттің сыртқы өмірі мен ішкі өмірім бар ғой, екеуі жер мен көктей. Мысалы, бір адамдар, енді өзіміз Атырауда мешітте жүрген кезде, қараңызда сырттан қарағанда Сәтбаев даңғылының бойында әдемі зәулім Иманғали орталық мешіті керемет жерде орналасқан. Адамдар сыртынан қарайды да, мешіттің қасына келіп суретке түседі, отбасылық сурет жасайды, естелік суреттер түседі, мешіт күшті екен деп кетеді. Бірақ көп адам ішіне кірсе, ішінде басқа өмір. Қандай өмір? Мен соны көрдім да, имам болып. Мешіттің ішінде жылап келіп жатқандар бар. Мешітке садақа сұрап келіп жатқандар бар. Мешітке науқастанып келіп жатқандар бар. Мешітке қуанып келіп жатқандар бар. Мешітке түрлі жағдайда келіп жатқандар бар. Түрлі тағдырлар. Мешітке келгеннен кейін сол мешітте көп адамның тағдыры шешіліп кетіп жатыр. Мысалы, біреу аш болып келді, мұқтажбын дейді да, қарным аш деп келді. Не істейсің? Ұйымдастырасың, азық түлігін бересің, әйтеуір соған себепкер боласың. Бір адам не істеп келеді? Жаңағыдай, әкемнен айырылдым, анамнан айырылдым деп не істеп қайғымен келеді. Өйтіп соның жанынан табыласың, сабыр етіңіз, қызметін жасайсың ары қарай. Демеу білдір. Үйіне барасың, жатқызасың. Шок болып қалады ғой, әкемнен айырылып қалдым, қалай жатқызарын білмей қалады кейде. Қысқасы. Бірақ та біреу қуанып келеді. Үйленіп жатыр едім, некем қойып беріңізші имам деп. Сен моральдық әртүрлі жағдайға ауысуың керек та, қайғылы моральдан қуанышты моральға ауысасың да уже. Минутта. Уже. Сосын сен жаңа қуанып, оны некесін қойып бересің. Біреу баласын алып келеді, тұсауын кестірейін деп едім деп, ақ нелерін алып келіп бүйтіп. Әркім. Мен бар ғой, осы мешіттің ішінде отырып, соларды көргенде таң қалдым ғой. Неше жылап келгендер болады, қуанып кетеді. Мен бар ғой, 6 жыл Атыраудың ішінде, мешіттің ішіндегі мен сыртындағы оқиғаларды жазсам бар ғой, неге жазуым керекше? Идея тастап отырмыз, көрдіңіз ғой. Керемет кітап шығар еді. Мысалдар көп, жандос. Бір мысал айтайын ба? Ол мешітке келгенде ол Алладан үміт етіп келеді ғой. Алланың үйі деп келеді ғой. Үйі деп келеді. Имам себепкер ол. Мешітте отырмын. Ол кісі әлі бар. Атырауда Жылы ауданы жақта тұрады ғой деймін. Жасы үлкен. Сол кездегі жасы 45-тің үстінде болу керек. 47 екен, а? Сізбен қарай аласыз қазір.
бүгінгі менің жасым шығар, енді ол кезде мен 35-36 жас, 40 жасқа дейін болдым ғой, негізі атырауда жас едім ғой. Жанып тұрған кезіңіз. Жас едім ғой. Қысқасы, көңілі түсіп кеткен бір кісі келді. Бас имам, сізге келдім деп. Келіңіз, не мәселе? Имам деді, мен ата-анам жақсы адамдар болған деді, дәулетті адам болған, ауданда бір совхоздың тұрғыны ғой деймін. Біз әжептәуір әулет болғанбыз деді. Біз 8 ба 9 ба отбасымыз, жаңағы перзентіміз деді да, перзенттері. Мен үйдің үлкенімін деді. Бірақ ата-анам қайтыс болғанына біраз жыл болды деді. Мен деді, міне жасым сол кезде 47-48 келген сондай еді ғой деймін. Мен әлі күнге дейін үйлене алмаймын дейді да. Үйлене алмаймын дейді. Трагедия ғой бұл. Енді менен кейінгілердің ешқайсысы үйленбеген дейді. Інім де дайын, қарындасым да бар, одан кейінгі інім бар, одан кейін бәріміз дайын тұрмыз дейді. Біреуміз үйлене алмаймыз дейді. Әрекет жасаймыз, болмайды. Әрекет жасаймыз, болмайды. Міне мен шаршап кеттім дейді. Маған көмектесіңізші дейді да. Осы Алланың үйі ғой деп келдім, бір Алладан үміт етіп. Сосын мен бүйтіп қарап отырдым да, кең жақынырақ отырыңыз деді. Сөйтіп Құран аштым. Сөйттім да ана кісіге отырып дем салдым. Құран аяттармен дем салдым. Басын ұстап тұрып біраз оқыдым. Дем салдым. Сөйттім де айттым, шипа Алладан дедім. Сіз Алладан үміт етіп келдіңіз. Алла жеңдік берсін енді дедім. Бір әрекет жасаңыз. Сосын көп астағфираллах азим деп айтып жүріңіз дедім. Астағфираллах деп көп айтыңыз дедім. Бір шешімі болар дедім. Бір күн өткеннен кейін телефон шалады да. Имам, менің 2 аяғымды жара басып кетті дейді. Көз жара басып кетті дейді да. Ол көз жара ғой дедім қазақтағы. 2 аяғым дейді жара басып кетті, не істеймін дейді. Ештеңе істемеңіз дедім. Иншалла ол кетеді дедім. Одан қорықпаңыз дедім. Демек сіздердің әулеттеріңізде көз болған шығар дедім. Алла біледі. Бір назарланған шығар. Ол қазақ оны көз жара деп айтады деді. Қысқасы, бір апта өткен жоқ. Бір апта деп айтайықшы, сондай уақыт өтті. Телефон шалады ғой. Имам, үйлендім деп. Қуаныш, мәз. Мен үйлендім, имам, рахмет сізге дейді. Мен айтым, Аллаға рахмет дейді. Мен ешкім емеспін ол жерде. Сен Алланың үйіне келдің бе дедім. Алла берді саған. Сөйтіп ана жігіт үйленіп кетті. Үйлі жайлы болып кетті. Бала шағалы болып кетті. Бір баласын Батыржан қойған шығар енді. Батыржан басқа бір кісі баласын қойды. Бар ма ондай? Бар. Жылап келіп, мен немеремді Батыржан қоям деді. Атырауға бір Батыржан керек деді. Рұқсат бе деді. Ойбай, рұқсат Алладан. Хабарласып видеомен звондап тұрады. Мына Батыржан мына жасқа келді. Мына Батыржан мына жаста деп. Ол Батыржан бұл Батыржанға ұқсай ма екен? Көреміз ғой иншалла. Жаңағы сөйтіп қысқасы сондай дүние болды да. Алла айтады ғой, мешітке қадам басып келген адам дейді, мені зиярат етіп келді дейді. Көріңіз, Алланы зиярат етіп келеді да ол. Ол сұраған нәрсесін Құдай тағала айтады, мен беремін дейді. Мешіт ол Алланың үйі ол. Оны көптігі аз етпейді. Бұған күмән болмауы тиіс. Ол мешіттің үйі өзінің функциясын, өзінің қызметін жасайды ғой. Ешкімге кедергі жасамайды. Азан шақырып, намазын оқы. Енді бәр адамға бірдей сен тей алмайсың ғой. Оңай беру қиын. Келсін, намазын оқысын, құлшылығын жасасын, тіршілігін жасасын. Біз оның бәрін мешітке қамап қойып ұстап тұрған жоқпыз ғой. Ары қарай кетіп алып тіршілігін жасайды ғой. Ұстаз, мешітте бүлік жасайтындар бар. Болады ғой. Бірақ кешірімді. Енді кешіріммен қараймыз ғой. Кейде біреудің аяқ киімін ұрлап кетеді. Енді ұрлап кетпеген шығар дейміз біз. Ауысып кеткен шығар. Әкеп береді қазір. Күтіңіз. Әкеп береді дейміз. Болады ғой енді, өмір ғой. Соңғы кезде мынау ислам дініне қатысты шабуыл сұмдық жүріп жатыр. Имамдарға қатысты шабуыл тіптен сұмдық болып жатыр. Ішпегенді ішкізіп, жемегенді жегізіп, жүрмегенмен жүргізіп қойып жатыр.
алысқа бармай ақ қояйық, Атырауда болды өткенде. Мынау Эммат имамға қатысты кинодан көлемді сұхбат алдық. Біздің көксегеніміз ақиқат. Имам да адам, оның өзінің ақиқаты бар, сол шықсын дедік елге. Қашан ол жаланың астында жүруі тиіс деген сияқты мәселе. Кейін тағы бір әңгіме шықты. Ислам діні дейміз, намаз дейміз, бірақ осы намаз оқығандардың ішінде қайсысы бір инновациялық технологияларды әкеліп жатыр? Намаз оқымайтын Европада да сұмдық дүниелер өмірге келіп жатыр. Жаңашыл нәрселер өмірге келіп жатыр. Біз бәрі намазға байлап қоямыз. Ислам діні бір сауатсыздыққа бастайтын дін ба сонда? Деген көбінде пікір қалды. Көрдіңіз ба? Сөз кие. Бір ауыз сөз қасіретті тияды дейді. Бір ауыз сөздің кейін қандай вирустар кетті қоғамда? Өзі зорға намаз оқып жүрген балалар, мәселен, ортадан зәбір көп қалуы мүмкін. Сен міне оқып жатсың намазыңды, осы пайдасы бар ма? Келіп тоңқаясың да жатасың, осы пайдасы бар, пайдасын көріп жатсың ба деген сияқты. Ал әуелде Құдайдан түскен алғашқы әмір оқиды ғой. Мәселе, Жандосжан, мынау адамдардың барлығы құлшылықты тіршіліктің жетіспеушілігі деп бағаламау керек қой. Ол құлшылық пен тіршілікті біз дұрыс түсінуіміз керек. Құлшылық Аллаға жасалынады. Алланың бұйырған парызы болады. Намаз оқисың, міне Рамазан айы келе жатыр, Хазіреті Рамазан айында ораза ұстайсың, дүниең жетсе қажылыққа барасың. Бұл құлшылықта, құлшылықты алады да, сол құлшылыққа кетті ме, болды, бұлар артта қалады, ескі бір дәуірге алып барады деп ойлайды. Керісінше, біз исламға қарап отырсақ, бүгінгі күндегі жаңалықтардың барлығы болып жатқан әртүрлі. Оның барлығы бар ғой, негізі Құранда ғылымның үлкені, ғылымның көкесі Құранда ғой негізі. Бәрі айтылып қойған ба? Мысалы, алғашқы пайғамбар саллаллаху түскен аятты қараңызшы, 5 аят түседі. Соның 4 аяты ғылымға қатысты түседі. Бірінші намаз оқы деп түсіреді ғой? Жоқ, оқы деп түседі. Оқу, жазуды, қаламды, Құдай тағала бірінші бізді білімге шақырады. Сондықтан бұл жерде біз жаңа құлшылық жасап жатқан адамды керіде қалады, құлшылық жасамайтын адам озып кетеді деп оны салыстыруға болмайды. Бізде мынандай мәселе бар. Біздің бүгінгі күнде көптеген жаңалықтардың барлығы, біле білсеңіз, негізі біздің сол бабаларымыздан, біздің аталарымыздың жасап жатқан еңбектері бүгінгі күнде сол шығып жатыр. Ғылым болып ше. Негізі, мысалы, медицина дейміз, немесе біздің жаңағыдай басқа да мынау физика болсын, астрономия болсын, бұл ғылымдардың барлығы негізі ислам ғұламалары бірінші зерттеген. Ислам ғұламалары бірінші соны жаңалық қылып ашқан. Негізгі түптеп келгенде, ал енді бүгінгі күнде ол намаз оқитын мен намаз оқымайтынның кінәсі қылып қарамауымыз керек. Мысалы, Малайзияны алыңыз, Индонезияны алыңыз. Малайзияның адамдары мұсылмандар неше түрлі техника жасап тастадылар. Олар намаз оқитын, 5 уақыт намаз оқитын, бір көшесімен екінші көшесінде мешіт толып тұрған елдер. Мысалы, кәдімгі олар мұсылман елдер болып кеткен. Мәселе ода емес. Мәселе ол біздің бүгінгі күнде зерттеп жатқан, жаңалық ашып жатқан жақсы жастарымыз өсіп келе жатыр ғой. Бізше бір кезең тоқтап қалған кезіміз болды ғой, өтірік емес қой. Біз тілімізден де, дінімізден де, елдігімізден де айырылып қала жаздаған кезеңді басымыздан өткіздік қой, жасырын емес қой. Сол кезде біздің керісінше ғылымымыз да, біздің жаңалықтарымыз да тоқтап қалды ғой негізі. Енді Аллаға шүкір, қазір жастарымыз келе жатыр, жастарымыз оқып жатыр. Міне мемлекет көптеген елдерге есігін ашып қойған,
қазір жастар шетел асып оқып жатыр. Алла қаласа солардың барлығы келсе, оның ішінде қаншасы намазхан. Солардың барлығы әлі талай жаңалық ашады деп ойлаймыз. Біз құлшылыққа оны кінәрат тақпауымыз керек. Ол өзінің Аллаға айырған уақыты ғой. Намазын оқиды, ары қарай. Осы жерде де Астана шаһарында да, қаламызда да көптеген студенттер намазын оқиды, неше түрлі жарыстарға, неше түрлі жаңағыдай жаңалықтарды ашып жұмыс жасап жатыр ғой. Оны өйтіп істеуге болмайды. Bir көзді қарауға болмайды. Bir қырынан ғана айтып кінәлауға болмайды. Түсінікті. Біз 1 сағаттың көлемінде әңгіме айттық. Рахмет сізге. Алла разы болсын. Біз сізді сондай күттік. Өткен жылы мен сұхбат алам деп ойладым, бірақ бұйырмады. Биыл сәті туған екен. Егер сіздің жаңағы өткеніңізді қозғайтын бір ауыр сұрақтар болса, кешірім сұраймыз. Бұл жазылмыш деп қайтарамыз тағы да. Құдай дін жолындағы қызметіңізге табыс берсін, сәттілік берсін, жаңалық берсін. Идеяңыз таусылмасын. Амин. Оқысам деген арманыңыз орындалсын. Амин. Батыржан аға, бұл біздің соңғы сұхбатымыз болмасыншы. Рахмет. Рахмет өзіңе де жандос. Алла разы болсын. Берекең өссін.